Ассалаумағалейкум барша талғам сіздер каналының жазылушылары және барша қазақ халқы, қазақ жастары. Мені көп жылдан бері мазалап келген бір сұрақты сіздерге қоюға тура келіп отыр. Экранның ар жағында мені тыңдап отқан болсаңыз, сіз телефоныңызды не үшін орыс тілінде пайдаланып отырсыз? Не үшін қытай тілінде пайдаланып отырсыз? Соған жауап іздеңізші. Егер басқа тілде құл болып отырсаңыз, қатты айтсам кешіріңіздер, бірақ біз осы құлдығымыздан, осы темір қалпақты шешпеуіміздің кесірінен біздің тіліміз жыл сайын IT саласында кері шегініп бара жатыр. Біз батырмыз, мықтымыз, осы орша алып территорияны иелендік, жер шары бойынша территориямыз 9-шы орында тұрады деп лепіреміз, көпіреміз. Бірақ біз қолымызда ұстап жүрген кітте ғана телефонда қазақ тілінде пайдаланатын ұлттық ар-намыс жоқ. Сондықтан біздің көп жағдайда бізге шетелдік компаниялар орыс тілін таңып береді. Өйткені Қазақстан халқы қазақ тілін түсінеді деп ойламайды. Оған себеп Яндекс, Google'дағы жарнамалардың, рекламадардың бәрі орыс тілінде келеді. Оған біз қандай себеп жасап отырмыз? Онымен не қатысымыз бар деп ойлауыңыз мүмкін. Сіз телефонды, смарт техникаларды қазақ тілінде пайдаланбағандықтан, олардағы статистика, сандық мәлімет қазақша айтқанда, олардың жиналған сандық мәліметі осы Қазақстанда жарнамалық кеңістікті орыс тілінде деп ойлайды. Және Google компаниясы, Android жүйесін жасаған компания, олар бар мүмкіндікті пайдаланып бізге қазақ тілін бөліп берді. Өзімізге тиесілі мемлекеттік тіл мәртебесіне ие қазақ тіліне абыройын берді. Google жүйесіне қазақ тілін кіргізді. Бірақ оның қолданыс аясы менің жеке межем бойынша 20%-тен аспай, тіпті 20%-тен төмен болуы мүмкін. Оған осы экранның ар жағында мені естіп отқан сіз куәсіз. Сіз телефоныңызды орыс тілінде пайдаланып отырсыз, не қытай тілінде, тіпті ағылшын тілінде болуы мүмкін. Өйткені сіз өз тіліңізді түсінбейсіз, түсінгіңіз келмейді. Ал біз осылай кете берсек, бұның нәтижесі не болады? Мен соған тоқталайын. Біз телефонымызды, компьютерімізді қазақ тілінде пайдаланбайтын болсақ, біздегі қазақша IT кеңістік мәңгі пайда болмайды. Олай дейтінім, ешкім қазақша осындай телефонда программаларды қазақша пайдалану, қазақша туындаған сұрақтарға жауап беру. Мысалы, плеймеркті қалай жұмыс істейді, Android программаларын қалай жазу керек, олардың құлпын қалай шешу керек, Android системасын қалай қазақшаға өзгерту керек. Бұл турасында ешқандай қазақша жазылмайды. Тек қана орыс тіліне жазылады. Өйткені сіз орыс тіліне зәрусіз. Орыс тіліне өте қарныңыз ашады. Орыс тілі болмаса жүре алмайсыз. Орыс тілі бейне сумен сіздің қатынасыңыз ұсап қалған. Су болмаса сіз шөлдейсіз. Ал өзіңіздің қазақ тіліңізді, өзіңіздің ана тіліңізді көміп тастағансыз баяғыда. Шіріп, сүйек болып ол қазір. Ода ешқандай осы IT саласында түрегелетіндей мүмкіншілік жоқ. Ал біз батыр болсақ, біз ақылды болсақ, біз көсем болсақ, осыншама үлкен дүниені бір халық үшін өте бірінші орында тұратын мәселені неге нөлдік деңгейге түсіргенбіз? Неге өлімші етіп оны көміп тастағанбыз? Осыған жауап іздеңіздерші. Егер сіздер
бүгіннен бастап телефондарыңыздың баптауына кіріп, настройка дейма, общий язык и клавиатура дейді. Соған кіріп, орыс тілі дегенді қазақ тіліне алмастыратын болсаңыздар, телефонды бүгіннен бастап қазақ тіліне пайдаланатын болсаңыздар, онда бізде қазақ тілінің өмірі басқаша болады. 100% басқаша болады. Телефоныңыздың іші қазақша болғанымен қоймай, тұтас IT саламыз, тұтас ұлттық рухымыз, тұтас бұдан кейінгі жасалатын жұмыстардың бәрі қазақша болады. Сондықтан ағайын, бүгіннен бастап біз ойлануға тиіспіз. Сіз бүгіннен бастап осы экранның ар жағында мені естіп отқан болсаңыз, телефоныңызды қазақ тіліне пайдаланып, қазақ тіліндегі сұрақтармен жүретін болсаңыз, мен сізге әрқашан жауап беремін. Телефонда қандай программалар түсінбеу қиыншылықтар болады, біздің талғамсызде каналға кіріп, әрқандай түсінбеген жағдайыңызға жауап алуға болады. Және бұдан кейін басқа да каналдар, басқа да қазақ мықты IT саласында мамандармен бірігіп біз әрдайым телефонын қазақша пайдаланатын қазақтар үшін өте үлкен деңгейдегі білімдерді топтастырамыз, жинаймыз және қазақ тілді IT саласын көтеруге тырысамыз. Сондықтан әр қазақ телефонын міндетті түрде қазақ тілінде пайдалансын. Бұл біздің борышымыз, бұл біздің ұрпаққа деген келергі ұрпаққа дайындайтын дара жолымыз. Біз қазақша өмір сүрсек, олар қазақша өмір сүреді. Біз орыс тілінде, қытай тілінде, ағылшын тілінде құл болатын болсақ, ода да құл. Олар да темір қалпақты шеше алмай кетеді. Сіз басыңыздағы темір қалпақты шешпесеңіз, олар да шеше алмайды. Сіздің құлағыңыз темір болса, олардың құлағы тасқа айналуы мүмкін. Сондықтан құлағымызды жұмсартайық ағайындар. Менде